музейінде 2020 жылы арнайы визит орталығы ашылған болатын. Осы визит орталығында арнайы 136 шаршы метрге музей залы берілген болатын. Қазіргі таңда осы музей залында жартас суреттерінен құралған жәдігерлерді музейлендіру шаралары бастапқы қалыпқа келтіріп, осы 136 шаршы метрдің ішінде таңбалы шатқалына жартас суреттердің көшірмесі қойылып, халыққа насихатталуда. Яғни таңбалы жартас суреттерінің жылжымайтын тарихи ескерткіштерін тамашалаудан бұрын осы бір орынға шоғырланған жартастағы суреттердің көшірмесін көріп, алғаш рет қысқаша ақпарат алатын орталықтардың бірі болып есептеледі.